демекші қылмысқа қарлығаш етексі. Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып баласынан сұрады. Балам, ана өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр? Көремін ата, өрмекті оқып жүр. Балам, ана құмырсқаны көремісің? Не істеп жүр? Көремін ата. Аузында нанның уылшығы бар, жүгіріп кетіп барады. Балам, ана қарлығашты көремісің? Көремін ата. Аузында кесе тістеген шөбі бар. Сонда атасы айтты: Олай болса шырағым, бұл кішкентай жәндіктердің бәрі саған үлгі. Сен де осы жәндіктер ұқсап жұмыс істеуге әдеттенуің керексің. Сені Құдай тағала босқа жүруге жаратпаған. Сол үшін де сен осы жәндіктер ұқсап жұмыс